Біз жақсылардың қатарында болуымыз керек. Өзі адам өмірінде екі-ақ нәрсе сенің өмір сүргеніңді ақтайды екен. Екі-ақ нәрсе ақтайды. Біреу ғалым болу, өлгенде не өлмейді? Ғалымның хаты өлмейді, жақсының хаты өлмейді. Екіншісі жақсы болу. Осы екі-ақ нәрсе ақтайды екен сенің өміріңді. Сонда жақсы деген кім? Жақсы дегеніміз заманды игерген адам. Сұлтан Махмұт айтады, Маркстың капиталын оқып шықтым дейді. Сол Маркстың капиталы қазақтың 10 мақалында тұр дейді. Соның бірінші мақалы дейді, заманың тазы болса түлкі болып шал дейді. Заманың түлкі болса тазы болып шал дейді мағынасы. Бізде былай деп ойлайды. Заманың тазы болса, түлкі болса тазы болып шал дегенді, замандасың бәрі оңбаған болса, сен де оңбаған бол. Сөйтіп түсінеді. Шын мәнінде 66 айлалы түлкіні алу үшін тазының айласы 67 болу керек. Яғни қазір заман, мысалы, заманды кім басқарады деген кезде, мысалы, жасанды интеллект кіріп жатыр. Дрон технологиясы кіріп жатыр. Кванты физика, нейробиология кіріп жатыр. Сонда сен қазір заманды меңгеру үшін сенің білімің түлкі заманды игеретіндей сен тазы болуың керек қой. Білімің сенің заманды игеретіндей деңгейге жету керек. Сонда ғана сен заманға күйленбейсің, керісінше заманға бағыт бағдарын ұстайсың. Атың мәңгіге қалады. Сонда абайтымыз айтады ғой, адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар дейді. Біз адаспай, сонда хакімдік дегеніміз, мысалы, Абай атамыздың заманға күйлеген байлар көп болды. Мың мал айдаған, сұлуды жайлап, жүректі байлап отырған байлар көп болды. Бірақ бірде біреуінің аты қалмады тарихта. Неге? Олар заманның ыңғайына жығылды. Заман оларды елеп жүрді. Жоқ, өлді, ұмытылды. Сағымдай екі жоқтың арасында жалп етіп өшер болса, ол өмірдің 10 тиындық жоқ бағасы дейді шәкәрім. Ал сол ақын айтады ғой, байдан бақыт таярда дәулетіне мас болар, ханнан тақыт таярда қарашасымен қас болар. Жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар. Сен 25-те жас емессің. Сұлтан Махмұт бар жоғы 27 жасында қайтыс болды. Бүкіл дүниенің кітабын жазып кетті. Балаға қандай өлшем қойса, бала солай өседі. Кез келген балаға айту керек, 15 болды. 15-те сен уже дайын болу керек, елдің жүгін көтеруге. Сонда қазақ айтады, баланы жас өсірмейді, жүк өсіреді дейді. Бай болатын адам баласын да емейді, өзін да емейді. Таң ала күн аттық ешкілдер дүниеде, өзі де бай болады. Кедей болатын адам баласын аяйды дейді. Ұйқысанбай қалмасын, суық қалмасын. Соның үстінде болады дейді. Кейіннен бала дейді, соған үйреніп алады дейді. Жаңағы аяған қалып алады, қалып. Өмір жоқшылықтан құтылмайды дейді. Осы қазақтың жаңағы қағидалар керемет қой. Әсіресе әйел адамдар аямау керек баланы. Сонда мәшһүр айтады ғой, мәшһүр. Мен қалай мәшһүр болдым дейді. Мен 5 жасымнан бастап үйдің бетін көрген жоқпын дейді. Әкемнің жыны бар дейді. Қай жерде медресе, қай жерде ишанбайды апарып тастайды дейді. Сонда айлап үйді көрмеймін. Сонда мен айлап, апталап, жылдап үйді көрмегенде, үйге келгенде анам маңдайынан бір иіскемейтін дейді. Бітті, иіскенде мәшһүр жоқ бізге. Ойбай жаным десем, біттің ғой. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.